Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай дәмді оңай салат жасаймыз. Ол үшін бізге тұздалған қияр және тауықтың піскен еті және суға пісірілген жұмыртқа қажет болады. Алдымен қиярды осылай турап аламыз, соломкалап, солай әдемірек көрінеді. Және тауықтың етінді дәл солай кесіп аламыз, ұсақтап турап. Бұл салат өте дәмді және тойымды болып келеді. Жұмыртқаны да осылай кесіп аламыз. Барлығын кесіп, үстіне кішкене ғана тұз сеуіп, содан кейін майонез немесе қаймақпен араластырамыз. Бұл салаттың құрамына кіретін заттар барлық үйден кездеседі деп ойлаймын. Өте қарапайым, қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Жеңіл жасалады. 5-ақ минут уақытым кетті менің. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Және де достар, менің рецепттерім ұнап жатса лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Келесі тәтті рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.